Алладан айтсын. Нишан моджлама. Бәріміз жылаймыз қазір. Сол алғысын айтайын деген болды. Спасибо большое всем специалистам. Работа прошла колоссальная. За 3 месяца ребенок начал реагировать на все. Эмоции появились, на своем начал разговаривать. У него самообслуживание появилось, ложку держать, горшок ходить. То есть этого всего до не было. Каждый специалист вложил свою изюминку с душой, с сердцем. Большая благодарность всем воспитателям, нянечкам, специалистам, абсолютно всем. Большое, огромное спасибо. Рахмет. Сәлеметсіздер, мен Нұрлан Қатырханның анасымын. Осы специальный домға біз келгенімізге өте қуаныштымыз. 3 айдың ішінде өте көп өзгерістер болды. Баламызда көп нәтиже бар. Барлық специалистерге өте алғысымызды айтамыз. Әрбір специалисттің осы жұмыста еңбектері зор. Алғыс айтамын. Еңбектеріңіз жана берсін. Балаларымыздың келешегі, болашағы жарқын болсын. Сіздерге көп рахмет. Мен Үсен Айшаның мамасымын. Айша бізде Айшаның енді диагноздар көп. Басында келгенде енді қорқыңқырап алып келдім. Потому что осы уақытқа дейін енді біз туылғалы 6 ай больницада жаттық. Одан кейін мен всегда қасында жүрдім. Былай тастап кеткен жоқпын, бірінші рет тастадым. Ну, почему-то бірінші келгеннен бастап жүрегім оңай жібердім баламды. Рахмет, Айшада көп өзгерістер бар. Біріншіден бізде слог пайда болды. Бұрын бір сөз ғана айтатын, қазір 2-3 сөзді қосады. Мама су бер, бірдеңе. Уже куклаларына ат қоя бастады. Подружка пайда болды. Жақсыбек Мансұрдың мамасымын. Бізде де жақсы өзгерістер болды. Біз басында шынында айтсам қорқақтап өзімнің қасынан шығармайтын балам ғой енді. Сонда да қимай бергенем, бірақ ешқандай өкініш жоқ, қайта қуаныш болды. Біз енді 1 айдай почти отбасылық жағдайға байланысты басқа қалада болдық. Бірақ ауылдағылардың бәрін таңғалдырдық қой. Сандардың бәрін өзі қояды. И бізде звук жақсы шықты. Бізде только у деп жүретін, но қазір я, да, гага, хоть оның өзі біз үшін үлкен жетістік, сіздер үшін де деп ойлаймын. Сіздерге мың алғыс, сіздерге басымызды иіп рахмет айтамыз. Сіздердің еңбектеріңіз еленбей қалады деген ойда емеспін. Мынандай тәжірибемен, осындай біліктіліктің, білімділіктің арқасында әрбір балаға қуаныш, ата-анаға да қуаныш сыйлайды деген үміттемін. Өзіміз әрдайым не істеп жүрміз, біз алдында білмей қалдық, енді осындай садик бар екенін сіздерді қимаймыз. Сіздерге тек қана еңбектеріңіздің жемісін көріп тілейміз, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әр баладан мүмкіндігі енді шектеулі деп айтады ғой бұл балаларды. Сіздерге осылардың сауабын еселеп, мың еселеп, 100 еселеп жазылатыны сөзсіз. Сіздерге мың рахмет, мың алғыс. Апайларға да көп рахмет. Осы жерде тұсауын кестік. Енді кішкене қазір кішкене емес, біраз өзгеріс бар. Бұрын тек бутылкамен бере беретінбіз. Қазір өзі кесемен сіміріп ішеді, қасықты ұстайды, ашық отырады. Бұрын шыңғырып жылап отырмайтын. Секіреді қазір. Секіреді, аха. Бұрын біз қорқатын еді ғой, қанның аяғы. Аха, рахмет сіздерге үлкен, Алла разы болсын. Еңбектеріңіз жемісін жеңіздер. Он только начинал садиться в горшок. 2-й сезон он уже сам снимает. Эмоции колоссальные. Работа проделана шикарная. Я очень благодарна. Все родители благодарны, все говорят. Мы общаемся, как уже родная семья. 2 мамочки, я говорю, это не воспитатели, это мамочки наши. Большое спасибо, огромное.